Әйелдердің жаратылысы. Сұрақ: әйелдер әлсіз, нәзік жаратылғандықтан еркектерге аманат етілгендігі, ер адамның отбасында отбасы басшысы болуы керектігі, әйелге ер адам жауапты екендігі, бірақ әйелдің ер адамға жауапты еместігі айтылуда. Осы жайлы аят немесе хадис бар ма? Жауап: иә бар. Құран кәрімде былай делінеді: ей иман келтіргендер, өздеріңді және бала шағаларыңды оттан қорғаңдар. Ол оттың отыны адамдар мен тастар. Еркектердің әйелдерде, әйелдердің еркектерде ақылары бар. Алайда еркектер әйелдерге қарағанда бір дәреже үстемдікке ие. Еркектер әйелдердің басшысы, өйткені Аллаху тағала кейбір құлдарын кейбірінен үстем етіп жаратқан. Хадис шәрифтерде былай делінген: әйелдерді Аллаху тағаланың аманаты ретінде алдыңдар, және оларға жақындауларың Аллахтың әмірімен халал етілді. Сендердің оларда ақыларың болғанындай, олардың да сендерде ақылары бар. Төсектеріңе ешкімді жақындатпау және белгілі жағдайларда сендерге бас көтермеулері сендердің оларда болған ақыларың. Олар сендердің бұл ақыларыңа мойын сұнса, ризықтандырылу, киіндірілу олардың сендердегі ақылары. Әйел қабырға сүйегінен жаратылған, еш қалайда түзу бола алмайды. Оны түзулеуге тырыссаң сындырып аласың. Әйелдің сынуы ажырасуы деген сөз. Әйел әлсіз жаратылған және әурет болып табылады. Әйелдердің әуреттерін үйде ұстап жабыңдар. Сұрақ: әйел үстем бе, әлде еркек пе? Жауап: бұл қате сұрақ. Бұл мына инженер мықты ма, әлде ана адвокат па деген сұраққа ұқсайды. Адвокаттан мықты инженер, инженерден мықты адвокат болады. Еркектен үстем әйел көп. Жұмыстары, қасиеттері өзгеше болғандар салыстырылмайды. Мысалы, алма алмұрттан немесе алмұрт алмадан жақсы делінбейді. Өйткені бұлар екі түрлі нәрсе. 100 келілік палуан мен 50 келілік палуан бір-бірімен күреске шықпайды. Әр палуан өз салмағындағы палуанмен күреседі. Ауыр салмақтағы палуан өз қарсыластарының барлығынан жеңіліп, 50 келідегі палуандардың барлығын жеңсе медаль ала алмайды. Әйел мен еркекті салыстырып, әйел баланы дүниеге келеді, еркек әкелмейді, бұл теңдік емес дегендей қорытынды шығару әбестік. Аллаху тағала әйел мен еркекті әр түрлі іс үшін жаратқан. Физикалық тұрғыдан екеуі бір-біріне ұқсамайды. Бір-біріне ұқсамайтын екі нәрсе бір-бірімен салыстырылмайды. Еркек тұрып, ақыры әйел мен еркек тең екен. Неге әйелдер де біз сияқты жердің астында көмір мен басқа да қазба жұмыстарында жұмыс істемейді демеу керек? Өйткені әйелдің дене бітімі бұған төзімді емес. Кейбір мемлекеттерде әйелдер мұндай салада жұмыс істеп жатқан болса да, бұл теңдік емес, қорлық болып табылады. Әр адамға өзіне лайықты жұмыс берілуі керек. Аллаху тағала әйелді де, еркекті де кез келген іске бейім етіп жаратпаған. Әйелдің боксшы, күресші болмауы оның абыройын түсірмейді. Лимонның қышқыл болуы лимон үшін кемшілік емес. Өйткені лимон сол қышқылдығы үшін алынады. Аллаху тағала әйелді ауыр істерге бейім етіп жаратпаған. Еркек пен әйел екі жыныс, алма мен алмұрттың салыстырылмайтыны сияқты, әйел мен еркектің бір-бірінен артықшылығы туралы айтылмайды. Тек сипаттары бірдей болған нәрселер ғана салыстырылады. Сипаттары әртүрлі болған нәрселер салыстырылмайды. Мысалы, кеме, ұшақ және автобус көлік құралы болса да, бірінің екіншісінен артықшылығы айтыла алмайды. Ұшақ теңізде жүре алмайтындықтан кемеден нашар деп айтылмайды. Кеме құрлықта жүре алмайтындықтан велосипедтен жаман деп айтылмайды. Кеме басқа бір кемемен, ұшақ басқа бір ұшақпен салыстырылуы мүмкін. Екеуі де жерде жүрсе де, танк пен автомобиль салыстыруға келмейді. Танк автомобиль сияқты тез жүре алмайтындықтан ол нашар деп айтылмайды. Әр қайсының өз міндеті, қолданылатын жері бар.
Бокста екі әйел бір еркектей ғана төбелесе алуы мүмкін делінсе, бұл әйелді кемсіткен болмайды. Аллаху тағала әйелді ақыл мен дене тұрғысынан еркектерден өзгеше етіп жаратқан. Жаратушы жер бетінде ақылды әйел жаратқаны сияқты ессіз еркекті де жаратқан. Әйелдердің де, еркектердің де ешбірінің де ақылдары бірдей емес. Ешкім тұрып, «Я Раббым, неге адамдардың ақылдыларын бірдей етіп жаратпадың?» дей алмайды. Жаратушы сұраққа алынбайды. Көптеген тұрғыдан әйелдер мен еркектер салыстырыла алмайды. Екеуі де барлық жағынан бірдей болуы керек делінбейді. Екі еркек те барлық жағынан бір-бірімен бірдей емес. Екі әйел де осындай. Үстемдік Аллахтың дәргейіндегі қадіріне байланысты болады. Мұсылман кедей бір қара нәсілді адам мұсылман емес, патшадан салыстыруға келмейтіндей дәрежеде үстем болып табылады. Дінімізде байлар мен әйелдердің көбісінің жаһаннамға кететінін білдірілуі байлар мен әйелдерді қорлау емес. Байлардың көбі ақшаларын пайдалы нәрседе қолданбайтындықтан, зиянды күнә нәрселерде қолданатындықтан, ысырап ететіндіктен, соларға ескерту мақсатында мыналарды істемесеңдер жаһаннамға барасыңдар делінген. Сол сияқты әйелдер де еркектерге қарағанда көбірек әсерленіп, көбірек күнә жасайтындықтан күнә істемеңдер, жаһаннамға түсесіңдер деп ескертілуде. Жақсы әйелдерді және байлығын жақсы жолда жұмсайтындарды Аллаху тағала мақтаған. Құран кәрімде мүлікті жақсы нәрсе ретінде білдіруде. Салиха әйелдерді мақтауда. Кәпір еркектердің жаһаннамға баратынын білдіріп, мұсылман әйелдердің жаннатқа баратыны білдірілуде. Олай болса, ислам әйелге мән бермеген деп айту, дін дұшпандығынан өзге нәрсе емес. Аллахқа қарсы шыққан әйел немесе еркектің жаһаннамға баруы қалыпты нәрсе емес пе? Мемлекетті құлатуға тырысқан анархист әйелдерді қамауға алғаны үшін мемлекетті әйелдің дұшпаны деуге бола ма? Дініміз әйелге қатты қадір берген, еркекке көп жауапкершілік жүктеген. Әйелдер үйде немесе сыртта жұмыс істеуге мәжбүр емес. Тұрмыс құрған болса күйеуі, тұрмыс құрмаған болса әкесі, әйелге қажеттіліктерін әкеліп беруге мәжбүр болып табылады. Сұрақ: мен атеист немесе феминист әйел емеспін. Хикметін білмесем де ислам әмірлеріне сенемін. Бірақ феминистерге және өз сұрақтарыма да жауап бере алуым үшін кейбір сауалдарым бар. Неге Құранда, хадисте және ислам ғұламаларының жалпы кітаптарында бүкіл насихаттар, ескертулер, әмірлер, тыйымдар еркектерге қарата айтылады? Әйел адам емес пе? Сонымен қатар аяттар мен хадистерде еркекке әйелден бұрын айтылады. Мысалы, мына аяттарда еркектерге қарата айтылған: еркектер, әйелдерге басқарушы және билеуші. Ей иман келтіргендер, хижрет етіп келген мұсылман әйелдерді сынаңдар. Егер иманды болса, кәпірлерге қайтып жібермеңдер. Өйткені мұсылман әйелдің кәпірмен үйленуі халал емес. Иман келтірмейінше мүшрик әйелдермен үйленбеңдер. Иман келтіргенге дейін мүшриктерге әйелдерді тұрмысқа бермеңдер. Ораза түнінде әйелдеріңмен қосылуларың сендерге халал етілді. Ахли кітап әйелдермен үйленулерің халал. Нашиза әйелдерге насихат етіңдер, төсектеріне кірмеңдер. Әйел нашиза болып, еркек нашиз болмай ма? Неге Аллах еркектің әйелге насихат етіп, оны тәрбиелеуін әмір етуде? Нашиз жұбайына зұлымдық жасаған еркек. Нашиза ердің төсегіне келмейтін және оның рұқсатынсыз үйін тәрк етіп кететін әйел. Жауап: аят пен хадистен дін үйренілмейді. Өйткені дін үйренеміз деп жүріп, қате түсініп, діннен шығып кету қаупі бар. Сіз жазған бірінші аятта білдірілгеніндей Аллах еркекті басқарушы етіп жаратқан. Ит немесе жылан етіп те жарата алатын еді. Аллахтың әміріне разы болу керек. Фабрикада әр бөлімшенің өзінің бастығы болады. Ең жоғарыдағы басшы әр жұмысшыға не істеу керектігін біртіндеп айтып жүрмейді. Қол астындағы бөлім бастықтарына айтады. Жұмыстың барысынан сол бөлім басшыларын жауапты қылады.
Осы сияқты Аллаху тағала үйдің басшысына, яғни отағасына әмір етуде, соны жауапты етуде. Еркектердің істеген күнәсына әйелді жауапты етпейді. Бірақ әйелдердің істеген күнәсына күйеуі жауапкер болып табылады. Әр неғмет бір қиыншылықты талап етеді. Жауапкершілігі көп адамның басшы болуы қалыпты нәрсе. Маида сүресінің 38 аятында ұрлық жасаған еркек пен әйел деген сөз етеді. Бірінші еркектің айтылуы оның Аллах дәргейінде үстем екенін көрсетпейді. Бәлкім, ұрлық еркектер тарапынан көп жасалғандықтан бірінші айтылған шығар. Нұр сүресінің 2 аятында зина еткен әйел мен еркек деген тіркес өткен. Бұл жерде бәлкім әйелдің рөлі басымырақ болғандықтан әйел еркектен бұрын білдірілді. Бірінші айтылу оның артықшылығын немесе кемшілігін көрсетпейді. Тағы бір аятта да былай делінген: еркек немесе әйел мұсылман болып жақсы амалдар жасаған жәннатқа кіреді. Бұл аят та еркектің әйелден артық екенін көрсетпейді. Артық болу үстемдік мұсылман болып жақсы амалдар жасауда. Еркек болсын, әйел болсын, иманы жоқ кісінің жақсы іс жасауының ешқандай құны жоқ. Аллаху тағала әйелді еркекке аманат етіп, аманатқа қиянат жасамауын әмір етті. Хадис шәрифтерде былай делінген: әйелдеріңді ренжітпеңдер. Ол Аллаху тағаланың сендерге аманаты. Мұсылмандардың иман тұрғысынан ең үстемі, мінезі ең жақсы болғаны және әйеліне ең жақсы, ең мейірімді мәміледе болғаны. Әйелінің және балаларының ақыларын өтемейінше адамның намаздары, оразалары қабыл болмайды. Әйелін ұрған Аллах пен Расулына қарсы шыққан болады. Қияметте оның дұшпаны мен боламын.